Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын рассольник дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап көрулеріңізді сұраймын. Салқын суымызға етімізді салып пісіріп аламыз. Етіміз піскенше біз арпамызды таза етіп жуып, үстіне біраз тұз сеуіп, ыстық суымызды құйып, бұқтырып аламыз. Етіміз піскеннен кейін сорпамызды сүзіп алып, үстіне 1,5-2 сағаттай бұқтырылған арпамызды салып, сорпамызды қайнатамыз. Табамызға майымызды құйып, біздің рассольнигімізге керек заттардың барлығын қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып, үстіне сәбізімізді саламыз. Үстіне паприкамызды қосып араластырамыз. Тұздалған қияр қосамыз. Болгар бұрышымызды қосып, үстіне сорпамызды құйып, 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Сорпамызда қайнағаннан кейін үстіне картопымызды саламыз. Қуырып алғаннан кейін барлығын сорпамызға қосамыз. Етімізді салып, татымына қарай тұз бұрышымызды саламыз да, сорпамызды бетін жауып қайнатамыз. Соңына қарай тұздалған қиярымыздың суын құямыз. Міне осылай рассольнигіміздің бетіне аскөк сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.